Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен 25-ке келген екінші айлық тест салайтын боламыз. Кетіп көп сөз бастайық. Бірінші сұрақ: жарық жылдамдығындай жылдамдықпен қозғалатын үлкен энергиялы электромагниттік сәулелер. Бұл бізде гамма сәуле деп аталады. Яғни бізде байқасаңыздар, альфа сәуле бар, бета сәуле бар, еще гамма сәуле бар. Вот соның ішіндегі ең мықтысы жарық жылдамдықпен жылдамдықпен қозғалатын ол гамма. Бета өздеріңіз білетіндей бұл электрондар болып табылады, ал альфа деген ол бізде гелий болып табылады. Вот как раз осы сәулелер үшін толқын болып тұр осындай. Так, күкірт, селен, теллур элементіндері үшін дұрыс тұжырым қандай болады дейді. Так, бұл жерде дұрыс жауабы атом радиусы артады. Яғни күкірт бізде қазір мынандай 3 орбитальдан тұрады. Селен болса ондайдан уж 3-ден бөлек тағы 4-шісі болады. Теллурда ондай целый 5. Байқасаңыздар, орбитальдар неше жатыр бара-бара артып бара жатыр екен. Келесі: ерітінді электролиз кезінде анодта тек оттек газы бөлінетін зат. Енді оттек қай кезде бөлінеді? Енді тұздың құрамында ол әрине оттек болса. Ал енді біз сұрақта байқасақ, оттекті көріп тұрған жоқпыз. Енді осындай оттегі көріп тұрған жоқ жағдайда біз фторы бар вариантты бөлу керекпіз. Яғни кальций фторидінің электролизі кезінде, кез келген фторы бар нәрсенің ерітіндісінің электролиз кезінде, ол кезде металл емес, сутек, оттек и металл фториді бөлінеді. Яғни фторы бар қосылыстарда бізде тоже кім бөліну керек? Оттек бөліну керек екен. Бұны жаттап алу қажет. Келесі: мұнай теңдеуінде қысымды 3 есе арттырған кезде реакцияның жылдамдығы қалай өзгереді дейді. Енді вот қараңыздар, бізде қазір калий OH бар, мына жақта, и H хлор бар. Ал астында бізде калий хлор бар екен, мына жерде HCl бар екен. Вот осылай біз бұны жазбылдық. Вот тен деп. Енді мен қазір калий OH-тен ешқандай кетсін жоқ, H хлорда тоже жоқ, калий хлорда, HCl-да да жоқ. Сонда барлығын оны просто 3 деп бұлай қоя саламын да. Сонда 9, 9-ға 9 бөлсек 1 болады. Ал енді 1-ге тең болған кезде моментте бізде реакцияның жылдамдығы өзгермейді деген вариантты белгілеу керекпіз. Келесі: негіздер диссоциацияланған кезде гидроксид иондарын түсетін заттар деп тұжырымдалатын қышқыл негіздік теория. Так, біз білеміз, что қышқыл негіздік теорияның үштері бар. Ол Брэнстед Лоури, ол Арениус и Льюис. Марконев деген жатпайды. Енді осы жерде диссоциация туралы әңгіме қозғайтын бізде ол теория, ол әрине Арениус теориясы болып табылады. Сол себепті мұны жауап дұрыс. Келесі: атомдық массасы 75, нейтрон саны 42-ке тең болатын химиялық элементтің периодтық жүйедегі орны. Енді біз мына жақта нейтрон саны 42 дейді, 75 болу керек. Яғни нейтрон санын табу үшін біз заттың массасынан протон санын алып тастау керек едік. Егер біз осы формуланы түрлендірсек, протон санын табу үшін, онда біз AR-ден алып тастаймыз нейтрон санын. Сонда протон тең болады 75 азайту 42. Сонда 75-тен 42-ні алып тастасақ қанша бізде? 33 ба? Вот Менделеев кестелеріңізден 33-ші элементті табу керек. 33-ші элемент ол бізде мышьяк. Мышьяк деген 5-ші атопша элементі. Ол 5-ші атопша элементі 4-ші период. Так, осы қосылыстардың ішіндегі металдық байланыс саны дейді. Кетік, цинк оксид дейді, бұл иондық. Күкірт дейді, бұл бізде ковалентті. Бор дейді, бұл бізде тоже ковалентті. Темір бізде металдық. Барий хлориді, бұл бізде иондық. Кальций оксиді, бұл иондық. Қорғасын бізде металдық. Натрий хлориді иондық. Сонда металдық байланысы бар заттар бізде темір мен қорғасын. Қанша зат бар екен? 2 зат бар. Так, егер естеріңізден шығып кеткен болса, байланыстардың 3 түрі бар. Ковалентті, иондық, еще металдық. Енді жатпайтын тағы да бір сутектік. Ковалент деген ол бейметалдар арасындағы байланыс. Иондық деген металл мен бейметалдың арасындағы байланыс. Металдық деген просто металдың жалғыз өзі тұрса. Сутектік деген сутек пен электр терістілігі жоғары болып табылатын элементтердің арасында. Осылай. Сонда енді бұл жерде металдық байланыс сандары бар. Ол мына 2 деген вариант дұрыс екен. Келесі:
силикат желімінің құрамында кремнийдің тотығу дәрежесі. Енді бұл жерде мен силикат желімі деген заттың формуласын тауып қиналып жатпаймын. Мен просто кез келген бір силикатты мысал ретінде аласың. Мысалы, калий силикаты болсын. Енді осы калий силикатындағы кремнийдің тотығу дәрежесін табайық. Кеттік, мына -2, калий +1, 2-ні 3-ке 6, 1-ді 2-ге 2, 6-дан 2-ні тастаймыз, мынау +4 сонда. +4 деген мына вариантта тұр. Құрамында азоттың 7 массалық бөлігі, оттектің 12 массалық бөлігі кіретін заттың формуласы. Так, енді бұл формуланы табу үшін бүйтеміз. Мына вариантпен жұмсаймыз. Кеттік, NO2-ны жазбайық. NO2-ның құрамында қараңыздар, бір азот бар, 2 оттек бар. Значит, бір азот деген ол бізде қанша 14, 2 оттек деген бізде 32. Яғни MR-лерін жазып жатырмыз. Енді қараңдар, 14 пен 32-ні нешеге қысқартуға болады? Әрине 2 деген санға қысқартуға болады. 14-ті 2-ге бөлсек 7 болады, 32-ні 2-ге бөлсек 16 болады. Яғни мына NO2 деген санның, точнее қосылыстың массалық бірлігі ол 7 мен 12 емес, 7 мен 16 болып тұр екен. Сонда бұл NO2 деген қосылыс жатпайды. Бұл қате деген сөз, яғни. Біз кеттік, NO-ны тауып көрейік. NO-да білеміз, что бір азот бар, бір оттек бар. Бұл соответственно 14, мынау соответственно 16. Бұлар қысқарады 2-ге, мынау 7 болады, мынау 8 болады. Бұның бөлігі 7-те 8 шығып қалды. Значит, бұл емес. Кеттік, мынаған қарайық. 2 азот, бір оттек бар екен. Бұл соответственно 28, мынау соответственно 16. Қысқарады бұлар 28 бен 16. Так, қанша? 4-ке қысқара ма? 28 4-ке қысқартсақ бізде 7 қалады, 16-ны 4-ке қысқартсақ 4 қалады. Яғни массалық бөлігі 7 мен 4 болып тұр екен. Кеттік, енді N2 ойшып қарайық. Сол дұрыс болса, осыны белгілейміз қазір. Азот 2, оттек 3. 2 азот бізде қанша? 28, 3 оттек бізде қанша? 48. Бұлар бізде қысқарады, 4-ке қысқарады. Мынау қысқарып 7 қалады, мынау қысқарып 12 қалады екен. Как раз 7 мен 12 шығып тұр. Осы жауап дұрыс. Так, мыспен концентрлі күкірт қышқылын әрекеттестіргенде түзілетін заттар қатары. Енді кез келген зат концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескен кезде газ бөлу керек, SO2 деген. Мына вариант бізде ойланбастан дұрыс болады. Өнеркәсіпте хлор алу реакциясының теңдеуін табыңыз дейді. Өнеркәсіпте біз хлорды ас тұзынан аламыз, яғни натрий хлоридінен. Оны әрине біз электролиз әдісі арқылы алады. Мынау бізде зертхана. Так, мына жақта хлор вообще шықпайды, мына жақта хлор вообще шықпайды. Қосымша топша ауыспалы элементі. Ол, в общем, ауыспалы элемент деген D элемент қой. D элемент скандий. Калий бізде S элемент, күкірт бізде P элемент, фосфор бізде P элемент. Яғни Менделеевтен қарай саламыз. Кумолдың салыстырмалы молекулалық массасы. Кумол деп тұрған бізде С9H20. Так, АМР 12-ні 9-ға қосамыз 20-ны. 12 9-ға қосам қанша? 90 108. 20, если что. Оған қосамыз 20-ны. Яғни 20. Кумол деген. Қате жазмыз, значит, 12 олды. 12-ке 108 қоссақ, бізде 120 шығады. Мына. Этерификация реакциясына этил спиртпен әрекеттесетін зат. Этерификация деген ол мына реакция. Мына карбон қышқыл деген зат бар. Осыған спирт қосамыз. Сол кезде мына сутек пен мына OH жоқ болып кетеді. Сөйтіп RCOR және H2O деген молекула пайда болады. Сонда спирт пен карбон қышқылының әрекеттесуі ғой. Мына жақта карбон қышқылдары деген вариант тұр екен. Алмаспайтын амин қышқылы. Жалпы бізде амин қышқылдары биологияда екіге бөлінеді. Алмасатын және алмаспайтын болып. Алмасатын амин қышқылдары бар. Яғни олар адам организмі, точнее алмасатынды адам организмі өздері өңдей алады. Алмаспайтынды біз адам организмін өңдей алмайды. Яғни оны шығара алмайды өзі. Оны біз сырттан алу керекпіз. Енді сондай сырттан алатын бір амин қышқылдарының біреуіне трианин деген жатады екен. Так, бұны тоже не істеу керек, жаттап алу керек. Цистеин, аланин, бұның барлықтарын біз өзіміз өңдей аламыз. Тек трианинді ғана біз тамақпен бірге алу керекпіз. Көк сағызы вулканизациялауда және әртүрлі дәрілік препараттарды синтезде қолданылатын өнім. Бұны тоже жаттау керек. Бұл бізге 11 сыныптың кітабында айтылған. Бұның жауабы диметил амин болады.
Так, егер температураны 20 градустан 50 градусқа дейін көтергенде химиялық реакцияның жылдамдығы неше есе артады? Егер реакцияның температуралық коэффициенті 3-ке тең болса дейді. Біз енді қайтадан Ван Гог формуласын салу керек. Вот дельта В тең гамма Т2 минус Т1 бөлінген 10. Мынау бөлшегін қалай болады? Олай, 2. Осылай. Кеттік, дельта В тең. Біз енді температуралық коэффициент 3-ке тең. 50-ден 20-ны тастаймыз, бөлеміз еще 10-ға. Сонда 3, 50-ден 20-ны тастасақ 30, 30-ды 10-ға бөлсек 3. 3-тің 3 дәрежесі бізде қанша? 27. Вот 27 есе деген вариант дұрыс. Так, оттек бойынша салыстырмалы тығыздық 2-де 44-ке тең. 3-те 9 грамм органикалық зат жанғанда осынша грамм су 2, осынша грамм су түсілді. Органикалық заттың формуласы дейді. Енді мына жақта айтқан оттек бойынша салыстырмалы тығыздығы 2-де 44. Яғни DO2 дейміз. Оттек деген бізде 16, 2-ге көтсек 32. Осыны көбейтеміз мына 2-де 44-ке. Так, калькулятор керек. Ашылды. Так, 32 көбейту 2-де 44. 78 деген шықты екен. Мына варианттардың ішінде қай заттың ең бары 78 болады, соны белгілейміз. Оказывается, бізде 78 болатын, ол мынау екен. Кеттік. Тізбектегі айналымдағы X заты және оның атауы дейді. Бұл жерден сразу түсінген отыр, что күкірт мына жақта H2SO4 болып тұр. Еще бұл SO2-ден алынып тұр. Мынаның ішінде бір күкірт бар да. Күкірт болу керек бұның ішінде. И бұл күкірт бізде бір қызығы басында SO2-де ол плюс 4 ол дәрежесін көрсетіп тұр. H2S4-те плюс 6-ны көрсетіп кеткен. Сонда мына жақта күкірт, мына плюс 6 H2S4-ке айналу үшін тоже қаншаны көрсету керек? Плюс 6-ны көрсету керек. Енді мына жақта плюс 6 көрсетіп тұрған тек мына қосылыс қана бар. Яғни біз бұл SO2-ны өртеп SO3 аламыз. SO3-ке су қосып H2SO4 алады екенбіз. Так, алюминий мысан тұратын 9 грамм құйманы сілті ерніспен өңдеген кезде 672 дециметр куб жеңіл газ бөлінді. Қоспадағы алюминийдің масалық білесіз. Бізде алюминий бар екен, и мыс бар екен. Осыларға сілті ерітіндісін қосып жатыр. Натрий OH қосылып жатыр. Ерітінді дегеннен кейін бұларға еще су қосуға болады. Сол кезде мына жақта реакция жүреді. Себебі алюминий 2 дайлағы, натрий, алюминий OH4 деген андай зат түсіледі. Еще тағы сутек бөлінеді. Астында реакция жүрмейді өкінішке орай. Так, енді осыны теңестіру керек. Мұнда қателеспесем 2 түсетін еді. Натрий 2, мынақа біреу тағы 2-ден. Так, оттек қанша? Оттек 8. Мынақты 2 бұған тез алмаймын. 8-ден 2-ні тастасам қанша? 6. H көңіліне 6 қою керек екен. Сол кезде оттектер теңеседі. Так, сутек 2, сутек 12. 14 сутек бар. Мына жақта 8 сутек, 14-тен 8 алып тастаймыз. Так, қанша болады? 6 бола ма? Мына жаққа 3 қояды екенбіз сонда. Енді айтылды, осы жақта газ бар дейді. Но әрине газ емес, сутек бізде газ болып табылады. 6-да 72 литр. Литр болғаннан кейін заттың астында 22 тұр, алдында 3 бар. 67-де 2. Енді осы жерде бізде общем заттардың құймасы 9 грамм екен да. Біз 9 грамның қазірні сутек арқылы қайсыны табамыз? Әрине алюминийді табамыз. Алюминийдің үсі X қоямыз, астына MR қоямыз. 54. X бізде ойланбастан тең болады 54 граммға. Енді осы жерден омега табайық. Омега алюминий. 54-ті бөлеміз 9-ға, көбейтеміз 100-ге. 54 9-ға бөлсек 0,6 болады. 0,6-ны 100-ге көбейтсек 60%. Міне шықты. Келесі. Күкірт қышқылының 80%-ық 122-де 5 грамм ерітіндісіне 320 грамм күкірт алтоксидін қосты. Түсірген олеум деген массалық үлесті табыңыз дейді. Бізде мынандай стакандар бар. Бірінші стаканда бізде күкірт қышқылының ерітіндісі болған. Яғни H2SO4, HEK болған. Екінші стаканда SO3 болған екен. Үшінші стаканда олеум түсіліп тұр екен. HEK-SO4, SO3. Біз енді айтатын 122-де 5, 320, екеуін бір-біріне былай құйып тастайтын болсақ, бізде қанша болады? Бізде әрине 442-де 5 болады. Грамм. Енді айтады, осы 122-де 5-ін 80% қана күкірт қышқылы екен. Мынау 80% екен. Мынау значит 20%. Енді 122-де 5-ін 80%-ын табу керек.
калькулятор тұра берсін осы жерде. 22,5,08 қанша? 98 екен. Сонда мына 80% өшіремін да менше. Мынау қанша сонда пайызамен, сонда мынау 98 грамм екен. 22,5-тен 98 алып тастаймыз. Көзе 24,5 су болады екен. Мынау значит 20%, ол қанша? 24,5. Ол су. Енді осы жерден қараңыздар, бізде басында H2S4 бар еді, су бар еді, тағы SO3 бар еді. 3 зат бар еді, 3. Мынақта екеу ақ. Кім жоқ болып кетті? Әрине, мына су жоқ болып кетті. Су. Қоршап қойшы былай. Су. Ой. Маркер керек. Маркер еще мынандай. Су жоқ болып кетті. Су. Енді осы сумен реакцияластыру керек бізге заттарды. Так, қара түседі. H2O қосу SO3 шығады. H2S4 деген реакция болады. Мынау 24,5, мынау 18. Осы жерден H2S4 табамыз. 98. Так, кеттік. Калькулятор керек маған опять же. 98-ді көбейтеміз 24,5-ке. Бөлеміз 18-ге. 133-те 38 деген сан шығады екен. Мынау 133-те қанша? 38 грамм. Так, бізде енді вот қараңыздар, ең басында қанша грамм H2S4 бар еді? 98 грамм H2S4 бар еді. Так, қанша түзілді? 133-8 түзілді. Осы жерден H2SO4 тауып аламыз едіміз. 98 қосу 133-те 38 қосайық. 231-де 38 шығады екен. 231-де 38. Бұл қазір не? Бұл қазір мына үшінші стакандағы H2S4 бар емес па? Соның массасы екен. Мынау яғни. Так, өшесек. Сонда 442-де 5-тің 231-де 38 қазір H2S4 болса, қалған бөлігі кім болу керек? Қалған бөлігі SO3 болу керек. Соны яқа жазып қойыңыз. Масса SO3 тең 442-де 5 азайту 231-де 38. Аптасыңыз 442-де 5. 211-де 11. Так, 211-де 11. Бұл қазір SO3-тің массасы. SO3-ті енді біз 442-де 5-ке бөлеміз да, көтеміз 100-ге. Ол кезде бізде массалық үлес шығады. Массалық үлес 47,7% екен. Сонда біз ойланбастан осы жерде кімді бөлеміз? 47,7 деген пайызды бөлу керекпіз. Мына жауап. Келесі. 585 кг астызы балқымасының электролизегенде шығым 85% болса, алға натрийдің массасы дейді. Сонда астызын ыдыратып жатырмыз. Натрий қосу хлорик электролиз процесс. Мына жерде 585 астына МР. Осы жерде натрий X астына МР 46. Опять же. Так, 585 117-ге бөлесек қанша? 5 моль болады. 5 моль 46 көтесеміз, қанша? 230 килограмм болады. Енді осы 230 килограммның қанша пайызын табу керек? 85%-ын табу керек. Ол бізде варианттан қарасақ 195-те 5 килограммға сәйкес келетін секілді. Құмырсқа қышқылмен сірке альдегидінің 8-9 грамм қоспасын күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен толық әрекеттестіргенде 43 грамм металл тұнбаға түскен дейді. Енді осы жердегі қоспадағы сірке альдегидінің массасын табыңыз. Кетік, бізде ең бірінші құмырсқа қышқылы бар. Ол HCOOH. Одан бөлек тағы сірке альдегиді бар. CH3COH. Осыған күміс оксидін қосып жатыр. Аргентум 2O. Аргентум 2O. Мына жақта H2O, SO2, 2 аргентум бөлінеді. Мына жақта CH3, COOH. Еще тағы да 2 аргентум бөлінеді. Біз айтады, осы жақта 43 грамм металдар. Мұна яғни екеуі 43-те 2 грамм. И мұна екеуі 8-де 9 грамм. Мұна 43-те 2 грамм дегенді біз енді моль айналдырсақ болады. Себебі екеуі де күмістікі. Сонда давайте күмістің молін табылық. 43-те 2 бөлінген 108. Сонда 0,4. Мұна 43-те 2-ні өшіре салайын да. Орнына
0,4 моль деп жазайық. Кеттік, енді осы жерде жүйе құрастыру керек. Мынау x грамм, мынау y грамм. 8-9 грамм болғаннан кейін заттың астына мр түседі. Так, қателеспесем, мынаның мр 44 деді. Так, 32, 12, мынау 46 екен. Мынау x, мынау y, мынау 2, мынау 2. Жүйе. 46-ны x-ке көйтем, 46x, 44-ті y-ке көйтем, 44y. Общий масса қанша? 8-9. Мына 2-ні x-ке көйтем, 2x, мына 2-ні y-ке көйтем, 2y. Общий моль қанша? 0,4. Осы жерден x табу керек. Енді сірке альдегидін сұрап тұр екенсіз, y табайық лучше. Сонда біз x-ті құтылу керекпіз. Мына жаққа 23-ті көйтейік. Сонда 46x қосу 44y тең 8-9. Так, мына симай қалайын деп тұр ғой өзі. Давайте астан жазайық. 46x қосу 44y тең 8-9. Асын 23-ке көйтіп жазамыз. 22x-ке көйтем 46x. 23-ті 2y-ке көйтем 46y. 23-ті 0,4-ке көйтем 9-2. Онда 46 мен 46 кетеді, еш нәрсе қалмайды. 44 пен 46 кетеді, 2y қалады. 8-9 мен 9-2 кетеді, 0,3 қалады. 0,3 2-ке бөлсек, 0,15 шығады. 0,15 деген енді бұл не? 0,15 деген бұл әрине бізе зат мөлшері, моль. Енді осы жерден мольді біз қолдану керекпіз. Мольді қолдану үшін біз мына жақта сірке альдегиді ғой, y деп тұрған CH3OH. Соның mr-не көбейтіп алу керекпіз. Соны жаққа просто бүйтіп қойсаңыз, масса альдегид 44 көбейту 0,15. Бұл бізе қателесем 6-6 грамм болады. И осы жерін омега табайық. 6-6-ны бөлеміз общий массаға 8-9-ға. Так, ой. 8-9-ға. Өтірі бар ашылды. Ой. Так, лупа қайтынан бұл кет. Еще көбейту 100 бар на ерде, кстати. 8-9 елшісі. Мен просто өтір жазалмай тұрмын. Я жазалмай тұрмын. 6-6-ны 8-9-ға бөліп 100-ге көйтсек. Так, калькулятор керек маған бұл жерде әрине. 74-те 2 деген жауап шығады екен. 74-те 2. Мына. Келесі. 12 грамм магний мен мыс ұнтақтарын фосфор қышқылымен өңдеген кезде 5-6 литр газ бөлінді. Қоспадағы мыстың массасы дейді. Бізде сонда магний бар, еще мыс бар. Осыларға фосфор қышқылын қосамыз. Әрине тек біреу ғана реакцияға түседі. Ол әрине магний. Магний фосфаты түзіледі. Асына реакция жүрмейді просто. Теңестіреміз 3, 2, 3. 5-6 литр. Асына 67-2. Осы жерден 2 айтады 12 грамм екен. Біз енді 12 грамның қанша магний екен тауып аламыз. 24-ті 3-ке көйтсек 72. Так, калькулятор керек бұл жерден, мен мынаны есептеуім қиын. Так, 72 көбейту 5-6 бөлу 67-2 еді. 6 грамм шығады екен. Сонда x бізде 6 грамм. Сонда қараңыздар, общий 12 грамм еді, оның 6 грамм магний болса, қалған 6 грамм кім болу керек? Мыс болу керек. Бұл әрине қанша пайыз береді? 50% береді. Фенол мен этанол қоспасын натриймен толық әрекеттестіргенде 4-48 дециметр куб сутек түсілді. Дәл осындай массадағы фенол мен этанол қоспасын натрий гидроксидімен өңдеген кезде 17-4 грамм тұз түзілді. Астан қоспадағы фенолдың массасы істейді. Бізде фенол бар, еще этанол бар. Осы екенен натрий қосып жатырық. Бұл енді екеуі де әрекеттеседі екен. Бұл жақта S6H5O натрий, ең жақта S2H5O натрий бөлінеді. Еще сутектер түсіледі. Реакцияның теңестері бар, өткен көп адам осы реакцияны жүргізеді, теңестермен кетіп қалады. Сөйтіп реакция шықпай отырады. Енді айтады, тура осындай қоспаны, так, осы жерде өңдеген кезде 4-48 газ бөлінген екен, соны жазып қойсақ. 4-48 литр. Ол бізде басқаша айтқанда 0,2 моль ғой, в общем. 24-ке бөлгенде осындай шығып тұр екен. Енді тура осындай қоспаны натрий гидроксидімен өңдеген кезде тұз түзілді дейді.
жүргізейік. С6H5OH деген қоспа бар. С2H5OH деген қоспа бар. Осыларға натрий OH қосу керек. Мына жақта С6H5O натрий и су бөлінеді. Мына жақта реакция жүрмейді. Қараңыздар, спирттер мен сілтілер әрекеттеспейді. Осы нәрсені шатастырып алмау керек. Яғни фенол мен сілті жүре береді, спиртпен жүрмейді екен. Енді осы жерде тұз түзілген екен, 17,4. Мынау сонда 17,4 грамм. Бұл МР керек. Так, 93, 23, 116. Мынау X. Давайте бұның да массасын табылсақ, 94 болсын. 94 МР. Ол жақтан X-ті табайық. 17,4 көбейту 94 бөлу 116. Қанша? 14-те 1-ге тең болады. Мына 14-те 1. Мына 14-те 1. Осы жақта, значит, бұның 94 еді. 2-ге көбейтеміз. 188 болады. Осы жерден 0,2 молька сутек бөлінген ғой. Нақ қанша моль сутекті бөліп тұрған тауып алайық. Сонда калькулятор керек қайттан. Ой. Калькулятор керек. Так, 14-те 1-ді көтеміз 1-ге бөлеміз 188-ге. 0,075 екен. Одан 0,2-ні аптассақ 0,125 болады екен. Бұл қазір 0 қанша еді? Так, 14-те 1 бөлу 188, 0,075 екен. Мынау, значит, жаңа таптық 0,125. Ну, бір 0 артық болып кетті. Осылай. 0,125. Астына коэффициент. Осы жерден бізге этил спиртін табу керек. X астына МР 92. Сонда тоже калькулятор қолданайық. 92 көбейту 0,125, 11-де 5-ке тең екен. Сонда мынау X өшеге салайықта. 11-де 5 грамм екен. Сонда қараңыздар, бізде қоспада 11-де 5 этанол бар, 14-де 1 фенол бар. 14-де 1-ге 11-де 5-ті қоса салсақ, бізде 25-де 6 грамм деген қоспа түсіледі. Мынау не? Қоспа. Фенол метанол яғни. Енді осының ішінде фенолдың массалық үлесін тап дейді. Сол себепті омега тең дейміз. Фенол деген масса қанша? 14-де 1, осыны жазамыз. Астына общий масса 25-де 6. Көтеміз еще 100-ге. Так, 14-де 1 бөлінген 25-де 6 көйту 100. Вот, 55 деген жауап шығады екен. Мынау 55 пайыз. Келесі. Так, хоп, сәл реттеліп ойна. Так, мына жақта белгісіз зат деген контекст берген екен. Батпақ жерлерде өсімдік қалдықтары ауа қатысынсыз шірігенде деп, бәрін оқып түсініп алу керек. Скорее всего, бұл метанға байланысты секілді, өйткені 164, шалшық газ деген барлық кімге байланысты? Метанға қатысты. Еще көлемдік қатынас, шахта деген секілді ақпараттар айтылып тұр. Енді белгісіз зат құрамындағы атомдардың массалық қатынасы қандай дейді? Белгісіз зат деген бізде метан деп айттық қой. Метанның құрамында бір көміртек бар. Қанша сутек бар? 4 сутек бар. Значит, бір көміртек деген 12, 4 сутек деген 4. 12-ні 4-ке бөліп тастаймыз. Мұнда 1, мұнда 3 қалады. Значит, 3-те 1 болады жауабы. Берілген өзгерістік айналымдағы X заты. X заты бұл жерде енді Würz реакциясы деген бар еді. Яғни 2 кеселген реакциясы. С4-ке хлор қосып біз С3 хлор, яғни хлор метан аламыз. И хлор метанға егер мен қазір натрийді қоссам, енді С2H6 еще натрий хлор деген бөлінеді еді. Вот как раз сонда мына жақта мынау С4-тен С3 хлор алдырмыз, С3 хлордан С2H6 алдырмыз. Как раз бізде мынау хлор метан деген вариант болады. Ауамен салыстырғанда тығыздығы 0,552-ке тең көміртектің құрамында көміртектің массалық үлесі. Так, ауа деп тұрған бізде 29, осы 29-ды көтеміз 0,552-ге. Үшін 29-ның жартысын сәл көбірек көп тұр. 16 деймін. 29 көту 0,552. 16 екен бұл. 16. Енді 16 деген қандай көміртектің аймары? Жаңелден бері тауып жатқан метанның аймары.
бұл жерде көміртектің массалық үлесі дейді. Сонда омега көміртек 12, общий масса 16 көйту 100. Так, 12 мен 16 4-ке қысқарады. 3-те 4 па? Сонда 3-те 4 көйту 100, ол бізде 75%. Мына. Келесі. Толық жанғанда түзілетін көміртек төрт оксиді және судың моль бірге қатынаспайтындай көміртектің формуласы. Сонда бізде айтады ғой, көміртек төрт оксиді мен, яғни СО2 мен судың алдында мынада 1, мынада 2 деген нәрсе болады дейді. Мына қараңыздар, көміртегі 1 деген сөз, сутек 4 деген сөз. Как раз ол мына вариант. Зат мөлшері 0,5 моль болатын метанолды калий бромидінің артық мөлшерінің деңгейінде күкірт қышқыл қатысында қыздырғанда 38 грамм бром метан түзілді. Түзілген бром метанның шығымы дейді. Сонда метанол С3H қосып тұр калий бромидін. Сол кезде енді бұл жақта айтады бром метан түзілді дейді. Сонда С3H бром түзілген екен. Еще калий гидроксиді бөлініп тұр ғой бұл жерде. Айтады 0,5 моль метанол, астына коэффициент 38 грамм бром метан. Бұл жаққа 38 жазбай қойық, бұл жаққа X деп жазбайық. Астына MR керек. 19-ға 80, так 15-ке 80, қанша 95 ба? Ол шықсын X табайық. 95-ің жартысы бізде 47-де 5 грамм екен. Яғни мен 47-де 5 грамм бром метан алу керек едім, бірақ қанша бром метан алып қаптым? 38. Сонда шығым тең 38 бөлу 47-де 5 көйту 100. Ой. 38 бөлу 47-де 5 көйту 100. Сонда қанша 80% болады екен. Так, сәйкестендіруге келдік. Ора, азалт, сұрақ. Заттарды негізгі класс өкілдерімен сәйкестендіріңіз дейді. Мына жақта енді OH топтары бар. OH топтары барлар бізде негіздік тұз дейді. Аға 3 сәйкес келеді сонда. Мына жақта байқасаңыздар сутектер бар. Сутектерге сәйкес келетін ол қышқылдық тұздар. Б-ға значит 2 сәйкес келеді. Еще орта тұз деген бар. Орта тұз деген просто обычный тұздар. Натрий, хлор, калий, СО4 деген. Ой, бұлар орта тұздар. Мына жақта натрий, хлор, калий, СО4 деген секілді тұздар. Келесі X және Y заттары сілтімен әрекеттестіргенде пайда болатын тұнбаның түсін табыңыз дейді. Мына жақта енді әрине бірінші феррум, хлор 2 пайда болады. Мына жақта феррум, хлор 3 пайда болады. Бізде осыларға сілті қосу керек. Натрий OH. Егер біз феррум, хлор 2-ке натрий OH болсақ, ол феррум OH 2-ке айналады, әрине. Ал біз феррум, хлор 3-ке натрий OH болсақ, ол феррум OH 3-ке айналады. Енді мына феррум OH 2 деген уақыт өте келе жасылдау түсті тұнбаға, қызыл қоңыр түсті тұнбаға ауысатын жасылдау тұнба. Мынау жасылдау, яғни А2. Мынау сонда итак қызыл қоңыр түсті тұнба бола салады екен. А2, Б3. Келесі реакция нәтижесінде түзілетін жай заттар әрекеттесетін заттар табыңыз. Бұл жай зат түзілу керек, и при этом ол жай затпен әрекеттесетін заттар. Мына жақта қараңыздар, калий хлориді және бром деген жай зат түзіледі. Мына жақта бізде марганец хлориді, H хлор, еще хлор деген жай зат түзіледі. Сонда мына жақ А затындағы ол жай зат ол бром, Б-дағы жай зат ол хлор. Сонда А-дағы броммен әрекеттесетін зат табу керек. Енді бізде білетін болсаңыздар, галогендердің ерекшелігі бар. Фтор, хлор, бром, йод. Яғни иерархияға ол тұш. Ең үстінде бізде фтор тұрады. Фтор өзінің астында тұрған бүкілімен әрекеттесіп кете береді. Оған хлордың шамашы етпейді. Хлор фторды ығыстыра алмайды. Уже астында тұрған броммен йодты ығыстыра алады. Ал бром болса, соответственно, өзінің астында тұрған тек кімді ғана ығыстыра алады деген сөз. Йодты қара ығыстыра алады деген сөз. Как раз сонда осы жақта біз броммен әрекеттесетін зат ол йод. Вот бізде литий иодид деген вариант бар. И бұл басқа ешқандай зат жоқ. Вот бромид әрекеттеспейді. Яқта бромид тоже әрекеттеспейді. Яқта хлорид вообще ол әрекеттеспейді. Сонда жалғыз сәйкес келетін вариант ол 2. А-ға сәйкес келеді 2. Енді Б-ға хлормен әрекеттесетін. Хлор өзінің астындағы броммен йодпен әрекеттеседі. Енді бұл жерде бір қызығы
Мынау Б-ға біз 2-ні жатқызсақ та болады, өйткені ол калий гидроксидін әрекетсіз кете береді. И вот мынау 3-ті жатқызсақ болады. Сол себепті Б3 деген вариантты мен белгілеймін. Келесі, органикалық қосылыстар мен олардың әрекеттесуін түзілетін заттарды сәйкестендіріңіз дейді. Мына жақта бізде әрекеттестірейік. HCO H-қа біз C2 H5 OH-ты қоссақ, бізде HCO C2 H5 и су түзіледі. Астында C6H5 OH-қа калий OH қоссақ, бізде C6H5O калий и тағы да су деген нәрсе түзіледі. Мынау бізде эфир, күрделі эфир А4, мынау тұз, бұл значит B2. Так, сызба нұсқадағы X және Y заттары олардың атауларымен сәйкестендіріңіз дейді. Так, C3COH-тан X зат алынып тұр, X заттан C2H5 бром алынып тұр, одан Y-тен C2H5OH алынып тұр. Сонда мынадан бір қосылыс алынып тұр, который екі көміртек біріктіріп тұрған, ол скорее всего спирт болу керек. Спирт, этанол деген. Мынаны ыдыратып этилен алып тұр, содан, в общем, А4 қол үшін бұл жерде. Мына жақта бір ғана көміртегі бар өкіл, бір ғана көміртегі бар, ол метанол. Сол себепті Б... Так, 3 деп жатырмын ғой. B2. Так, бас квант саны N дейді. Так, иерархия неске түсіреміз. Бас квант саны, орбиталь квант саны, магнит квант саны и спин квант саны. Осындай бізде иерархия бар. Ең үстінде тұратын, ең мықтысы бастығы бәрінен. Ол әрине бас квант саны, оның астында орбиталь, одан кейін магнит, бәріне бағынатын сосын спин квант саны бар. Енді бас квант саны не істейді? Бас квант саны ол орбитальдің өлшемін анықтайды. Орбитальдің өлшемі деген ұғым бар, осыны бас квант саны анықтайды екен. Сосын тағы да бұның басқаша бас квант санын энергетикалық деңгей деп атайды екен. Яғни өлшем деңгей деген осы. Одан кейін деңгейші деген нәрсенің барлықтарын бізде орбиталь квант саны анықтайды. ПШН дегендерді. Келесі, аммиак пен көміртек диоксидінің сулы ерітінділерінде сәйкесінше көрсететін қасиеттері. Аммиак деген бізде негіз, ал көміртек диоксиді, яғни СО2, ол қышқыл. Негізбен қышқыл. Негізі қышқылдық. Міне. Көмірді ауа қатыстырмай жабық реакторда қыздыру не деп аталады дейді. Көмірді бізде олай қыздыру, от қараңыздар, бізде кокстеу деп аталады. Кокстеу. Мұны жаттап алу қажет. Кокстеу. Кокс. Сабындау реакциясына қатысатын және түзілетін заттар. Сабындау. Сабындау реакциясында бізде сабынның формасы бар. Қатты сабын, сұйық сабын деген. Сол қатты сабынға сәйкес келеді, ол бізде натрий стеараты. Ол бізде қазір бірінші жауап болады. Одан кейін бұл жерде енді қатты сабынды алу үшін бізге май деген нәрсе қажет болады. Біз май деген затқа сосын не қосу керек біз әлгі? Сілті қосу керек, яғни натрий бар нәрсені қосамыз. Сонда бұл жерде қараңыздар, дұрыс жауабы натрий стеараты, май, натрий гидроксиді болады. Яғни біз майға сілті қосып сабын алады екенбіз. Ал егер біз сұйық сабын алғымыз келсек, онда калий гидроксидін қосамыз и калий стеараты болады бұл жақта жауабы. Келесі. 8,4 грамм темір ұнтағы мен мыс сульфат ерітіндісі салды. Біраз уақыттан кейін тұнбаға түскен металлды ерітіндіге бөліп алды. Өлшегенде оның массасы 9,6 граммға сәйкес келді. Реакциядан кейін ерітіндіге тұздың массалары дейді. Так, бұл есепті біз қателеспесем, пластинка деген тақырыпқа есептер шығарған кезде шығарған болатынбыз. Енді кеттік, кім ұмытып қалды, соны қайталап алсын. Бізде мынандай пластинка бар. Бұл пластинкаға мынандай бір ерітінді қосып жатырық. Бұл ерітіндіде бізде қайттан бір ерітінді пайда болады, и еще пластинканың құрамы өзгереді. Мына жақта басында тек темір бар еді. Мына жақта бізде мыс сульфаты ғана бар еді. Біз оны әрекеттестіріп бастаған кезде мынаның ішінде бізде темір пайда болады, еще купрум болады. Мына жақта купрум сульфатынан бөлек тағы да кім пайда болып тұр? Темір сульфат. Яғни реакция былай: темір қосу купрум СО4, шақты феррум СО4 және купрум деген. Так, басында мынаның массасы 8,4 грамм болған, мынау 200 болған, мынау 9,6 грамм болып кетті. Қараңыздар, басында пластинка 8,4 етті, ол 9,6 болып кетті ғой.
ол 9,6 болып ауадан пайда болып жатыр ма оның массасы, яғни қанша 1-2 қосылды ғой, ол 1-2 массаны ауадан алып жатыр ма, жоқтан пайда болып кетіп жатыр ма ол 1-2? Әрине жоқ, ондай мүмкін емес, сиқыр емес бұл. В общем, вот сол себепті мына 200 деген масса бар емес па, вот сол қаншаға азаю керек деген сөз, 1-2-ге азайып қалу керек деген сөз. Яғни бізде реагенттегі массалар мен өнімдегі заттар массалар всегда тең болады. Сонда 200-ден 1-2-ні алып тастасақ, бізде 198-де, ну даже 198-де 8 ба, сондай қалу керек. Мына ерітін массасы қанша сонда? 100, ойбай. Мына неге өшпей қалды? 198-де 8. Осылай. Так, точно санап көресінші. 200 азайту 1-2. 198-де 8. Так, осыдан кейінгі қадам, вот қараңыздар, бізде 8-де 4, 9-6. Қаншаға көбейтедік? 1-2-ге көбейтедік. Біз осы разница арқылы мынаны есептесек болады. Вот темір бізде бастапқыда 56 еді, мынау 64. Вот мына түзіліп жатқан элемент бізде қазір мыс қой. Мыс бізде темірге қарағанда ауырырақты, сол себепті бізде пластинканың массасы артып жатыр. Вот сол настолько артып жатқан тауып алу үшін біз мынандай примитивный теңдеу қарастырып аламыз. 64x азайту 56x тең 1-2. 1-2 мынау артып жатқан массасы. 64-тен 56-ны алып тастаймыз, 8x тең 1-2. X тең, сонда 1-2-ні 8-ге бөлу керек. 1-2-ні бөлу 8-ге бөлсек 0,15 болды. 0,15. 0,15 деген не? 0,15 деген мына реакцияға түсіп тұрған заттардың зат мөлшері моль, яғни моль. Мұның барлығы не? Моль. Енді бізде сұрап тұр осы жерде реакциядан кейін ерітіндегі тұздардың массалары. Бізде осы жерде қараңыздар, ең басында 200 грамм 15% мыс сульфаты бар еді, яғни 30 грамм. 30 граммның 0,15 моль реакцияға түсіп кетіпті. Давайте. Масса купрум АСО4. 0,15 көбейту купрум АСО4 нөмір 160. И одан бөлек тағы темір сульфаты пайда болды. Давайте оны топlayық. 0,15 көбейту 152. Так, сонда давайте на калькулятор қадалсақ. Түсініктеп болу үшін. Так, кеттік бара жазайық сосын. 0,15 көбейту 160. Ойбай. 24. Мынау 24. 0,15 көбейту 152. Мынау 22-де 8. Қараңыздар, ең басында 30 грамм бізде не бар еді, мыс сульфаты бар еді. Оның 24 граммы қазір несет реакцияға түсіп кетті. Табайық. 30-дан алып тастаймыз, қанша? 24. Қанша грамм қалады? 6 грамм қалады. И бұл 6 грамм қазір таза ерітінде қалған мыс сульфаты. Одан бөлек 22-де 8 грамм темір сульфаты бар екен. Енді осы жерін омега табу керек. Так, кетік табайық. Омега купрум АСО4 тең 6 бөлінген. Ерітін массасы қанша еді наяқта газ? 199-да 8. Еще көйді 100 бар. Тұраслай омега темір АСО4. Наяқта темір АСО4 22-де 8. Бөлеміз 199-да 8. 198 екен мұны. Еще көйтеміз 100. Кетік табайық. Бірінші темір табасақ, жазылып тұр екен. 198-де 8 көйту 100. Бізде 11-де 4 деген жауап шықты. 11-де 4. Так, 6 бөлінген 198-де 8 көйту 100. 3-те 0,1. 3-те 0,1. Жасақ. 3% ғой, в общем. Сонда бізде ерітінді деп от қараңыздар. Реакциядан кейін ерітінде тұздардың массалары. Массасын сұрап тұр екен ғой, в общем, просто. Қараңыздар, 6 грамм мыс сульфаты бар екен. Міне. И 22-де 8 грамм темір сульфаты бар екен. Міне, мен өзім қиналып массалық жасап жүр екенмін. Так, осымен біздің қазір нұсқа талдауымыз бітті. 45 минуттай жұмсаған екенбіз. Осыған дейінгі өткен мынау бүкіл сұрақтардың барлықтарын жазып алыңыздар. Вот, мен бірге нұсқа талдауды көргендеріңізге өте қатты қуаныштымын. Барлықтарыңызға рахмет. Жақсы сау болыңыздар. Қалай бітіреді планет? Мынаны бүйтіп